Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Шарықтаұлы Заңғар. Бүгінгі тақырып 7-ші жұп ми нерві. Бет нерві, нервус фациалис, 7-ші жұп ми нерві. Бет нервінің көпірде орналасатын 3 ядросы болады. Нуклеус фациалис, қозғалтқыш ядро, қызыл түспен берілген. Нуклеус солитариус, сезімтал ядро, көк түспен берілген. Және де 3-ші нуклеус сальваториус супериор, вегетативті парасимпатикалық ядро, жасыл түспен берілген. Әрқайсына жеке тоқталып кетейік. Нуклеус фациалистан шығатын талшықтар мидан линея тригеминофациалис арқылы шығады. Линея тригеминофациалис мына бір суреттен жақсы көрсетуге болады. Мынау ортаңғы ми, мынау сопақша ми. Олардың арасында орналасқан көпір. Көпір мыйшықпен, артында орналасатын мыйшықпен, мыйшықтың ортаңғы аяқтары арқылы байланысады. Мына бір жерде көруге болады. Мыйшықтың ортаңғы аяқтары мен көпірдің байланысатын жерінде нервус тригеминус, яғни 5-ші жұп ми нервінің шығатын жері, және де 7-ші жұп ми нерві, нервус фациалистің шығатын жері бар. Осы екеуінің арасына жүргізетін сызық жаңағы линея тригеминофациалис болып табылады. Нуклеус фациалистан шығатын қозғалтқыш талшықтар сонымен мидан линея тригеминофациалистан шығып, порус акустикус интернус арқылы бет өзегіне енеді. Бет өзегіне енгеннен кейін хиатус каналис нерви петрози майер тұсында, яғни үлкен тастық нервтің шығатын жерінің тұсында бірінші иілімін жасап, бас сүйектен шықпай тұрып, нервус стапедиус деп аталатын тармақ береді. Одан кейін ол дабыл қуысының маңында екінші иілімін жасап, бас сүйектен емізік біз, немесе біз емізік тесігі форамен стеломастоидеум арқылы шығады. Форамен стеломастоидеум арқылы шығып, құлақ маңында тұсында без тармақ береді. Құлақ маңы безі тұсында 5 тармақ береді, және құлақ маңы безіне жетпей 3 тармақ береді. Әрқайсына жеке тоқталып кетейік. Бірінші тармақ ол екі қарыншалы тармақ деп аталады. Екі қарыншалы бұлшықеттің артқы қарыншасын нервтендіреді. Екінші тармақ құлақ артқы тармақ, маңдай шүйде бұлшықетінің шүйде бөліміндегі қарыншасын нервтендіреді. Маңдай шүйде бұлшықеті екі бөлімнен тұратынын еске түсірейік. Маңдай және де шүйде. Олардың арасында апоневрозды табақша жатады. Үшінші тармақ біз тілясты нерв. Біз тілясты бұлшықетін нервтендіреді. Құлақ маңы тұсында беретін тармақтарға жеке тоқталайық. Бірінші тармақ самай нерва, нервус темпоралис. Екінші тармақ бет сүйек нерва, нервус зигоматикус. Үшінші тармақ орт нерва, нервус буккалис. Төртінші тармақ төменгі жақ шеткі нерв, немесе нервус мандибулярис маргиналис деп аталады. Бесінші тармақ ол мойын нерва, нервус коли. Екінші ядросы, нақтырақ айтатын болсақ, сезімтал ядросы, нуклеус солитариустан шығатын тармақтар мидан линея тригеминофациалистан шығып, порус акустикус интернус арқылы бет өзегіне енеді да, бет өзегінде хиатус каналис нерви петрози майер, яғни үлкен тастық нервтің жүргесі тұсында, шығатын жері тұсында өзінің бірінші иілімін жасайды. Бірінші иілімін жасайтын тұста ол өзінің иінін береді. Геникулум деп аталады. Геникулум нерви фациалис. Арғарай дабыл қуысы маңында екінші иілімін жасап, дабыл қуысына каналикулус хордайы тимпани арқылы енеді. Оны қазір суретте көрсететін боламын. Дабыл қуысына еніп, дабыл қуысынан фиссура петротимпаника арқылы шығып, тілдің 3 бөлімге бөлетін болсақ, алдыңғы 2 бөлімін нервтендіреді. Алдыңғы 2 бөлімін нервтендіреді, және де нервус фациалис ол тек қана тілдің дәм сезу қызметіне ғана жауап береді. Ал енді суреттермен көрсететін болсам, мына бір қара сіздер көріп, мынау жалпы самай сүйектің пирамидасы, соның ішкі құрылысы болып табылады. Ал мынау бір тұрған тесік, бұл
жаңағы біз емізік тесігі, яғни форамен стеломастоидеум. Ал мынау дабыл қуысы болып табылады. Ал мына суреттен сіздер фиссура петротимпаниканы көре аласыздар. Жаңа дабыл қуысынан шыққан, яғни сезімтал ядроның, сезімтал талшықтың дабыл қуысынан шыққан фиссура петротимпаника. Ал каналикулюс хордая тимпани болса, ол мына бір жерде жатады. Вегетативті парасимпатикалық ядросы нуклеус сальваториус супериор. Нуклеус сальваториус супериордан шығатын талшықтар мидан линия тригеминофациалистан шығады. Порус акустикус интернус арқылы ол бет өзегіне өтіп бірінші тармағын береді. Бірінші тармағы үлкен тастық нерв деп аталады. Үлкен тастық нерв. Nervus Petrosi Mayer. Nervus Petrosi Mayer hiatus canalis nervi Petrosi Mayer'дан шығып, жыртық тесік арқылы бас сүйектен шығады. Жыртық тесікке дейін ол өзінің аттас үлкен тастық нервтің жүргесінде sulcus nervi Petrosi Mayer'да жатады. Мына бір суретке назар аударыңыздар. Hiatus canalis nervi Petrosi Mayoris. Міне мына жерден көре аласыздар. Ал оның аттас жүлгесі, оның sulcus nervi Petrosi Mayoris. Осы шығатын жерінен басталып, жыртық тесікке дейін орналасады. Мына жер мына жыртық тесік болып табылады. Мына суретке назар аударыңыздар. Мынау біздің бас сүйектің ішкі негізі. Ал курсормен қазір көрсетіп тұрған ол пирамида самай сүйектегі. Примерно осы жерден шығып, медиалды жүре жыртық тесіктен шығып кетеді. Жыртық тесік мына бір курсормен көрсетіп тұрған жерде орналасады. Осы бір суретте дұрыс көрінбепті, бірақ мына жерде қара аттенік болып тұр ғой, көлеңке болып, осы жер жыртық тесік деп аталады. Тастық нерв өз жолында жыртық тесіктен шығып, каналис птерикоидеустан өтіп, қанат таңдай шұңқырын өтеді. Қанат таңдай шұңқырында ол ганглий береді, ганглий. Қанат таңдай ганглийін. Қанат таңдай ганглийінен 3 талшық шығады. Бірінші талшық көз жас безіне барады, екіншісі мұрын безіне, үшіншісі кіші сілекей бездеріне барады. Ары қарай бұл тармақ бергеннен кейін әрине де ол өз жолын жалғастырады. Бет өзегінде вегетативті талшық өз жолын жалғастыра отыра бірінші иілімін жасайды, одан кейін екінші иілімін жасайды. Екінші иілімін жасап, ол дабыл қуысына каналикулюс хордая тимпани арқылы енеді. Каналикулюс хордая тимпани сол баяғы бағана суретте көрсетілген өзек, канал, дабыл қуысына еніп, дабыл қуысынан фиссура петротимпаника арқылы шығады. Оны да бағана көрсеткен болатынмын. Фиссура петротимпаника арқылы шыққан вегетативті талшықтар екі ганглий түседі. Тіл асты сілекей безіне және жас асты сілекей безіне нервтендіру қызметін атқаратын ганглийлар. Парасимпатикалық талшық, яғни парасимпатикалық қызмет атқаратын нерв болғаннан кейін бет нерві, бұл олар сілекейдің бөлінуін 15-20 есе көбейтеді, және де ол сілекей сұйық болады. Кішкене физиологияны қайталап кетейік. Сонымен сіздер бет нервін, нервус фациалисті толығымен түсініп алдыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Шарықтау Заңғар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.